Саламатсыздар ма балалар? Мынау IELTS-та уақыт, listening-де көп кездеседі уақыт. Уақыт қай уақытта кездесеміз деген сияқты сөздер сөйлесіп отырады екі адам. Сол кезде бір уақытты айтады. Сол уақытты сен мұқият аңдап отырып жазуың керек. Сол кезде мына нәрсені жаттап алу керек. Мысалы 2 дейтін болса, it's 2 o'clock. 3 болатын болса, ровно it's 3 o'clock деп айтады. Мысалы, мына 2-ден 5 минут кетті дейді. Мына 5 past дейді. 5 дегеніміз 5 қой. 5 кетті 2-ден болады мына. Кетіп жатыр мына жақта. Мына жерге дейін кетеді 30-ға дейін мына. Past деп болады. Мына 15 дегеніміз quarter бала. Мына quarter деген шатаспау керек бала. Quarter деп атады. Яғни 4-тен 1 бөлігі деген сөз ғой, quarter деген. 4-тен 1 бөлігі кетті 2-ден дейді мына. Ал енді мына жағы қалды дейді. Мына it's half жоқ, it's 25 to 3 дейді. Міне 25 минут қалды 3-ке. 20 минут қалды 3-ке. 2 деген қалды деген сөз. Quarter деген 15 деген сөз, 15 деген сөз. Quarter 15 минут қалды 3-ке дейді. Мына жерде өздерің жазсаң бұндар болады. Міне 10 минут қалды 3-ке, 5 минут қалды 3-ке деп. Енді бір нәрсені мұқият білу керек балалар. Осы уақытты айтып отқанда midday дейді, midday. Сен түсінбей қалуың мүмкін, қандай уақыт айтты деген сияқты. Одан қорықпаңдар, midday дегеніміз күндізгі сағат ровно 12-ні midday дейді. Ал түнгі мысалы, қай уақытта ұйықтайсың десем, midnight деп айтуы мүмкін. Қай уақыт айтты түсінбей қалдым, мына осындай қорқып, сен жаза алмай қалуың мүмкін сол кезде. Midnight, түнгі 12. Midnight деп айтса, түнгі 12:00 деген сияқты, осындай 00 деген сияқты жазуың керек та. Мына балалар осыны жақсылап жаттау керек, практиковать ету керек. Практиковать ету үшін YouTube-қа кіру керек. Мына уақыт деп жазу керек, time деп. Listening time десең шығады. Неше түрлі IELTS эксперттер бар. Енді бұл мен қазақ тілінен вообще YouTube-та жоқ екен, IELTS туралы ешкім досконально айтпайтын болады. Мен полностью әрбір сабақты түсіріп салатын болам YouTube-қа. Әрбір қалай жақсы балл жинау керек. Енді бір қазақ балаларына деген көмегім болсын IELTS-тан. Себебі осы қазақ балалары университетке түсу үшін бірінші не сұрайды? А деген әріптен бастады. Сенде IELTS бар ма дейді. Сенде менде Duolingo бар, анау мынау деп айтатын болсаң, сенен уже қашып бастайды. Сен подозревать ете бастайсың. Менде TOEFL бар, IELTS жоқ десең, не бұл IELTS-тан қашты деген сияқты ше. Сондықтан бірінші очередь, мысалы, оқуға түсу үшін сенен тіліңді сұрайды. Бұл академия, яғни сен оқи алуың керек, жаза алуың керек, профессордың лекцияларын тыңдай алуың керек. Соған сенің тіліңнен беретін, сен тілді қаншалықты игерген деңгейіңді көрсететін емтихан ғой бұл, международный. Бұл қалам полян экзамен емес. Сондықтан сәттілік сендерге балалар.